песня под Виктора Цоя, да, Мұхтар? Күшті. Бәсе бағанан бері тыңдап отырмын да, как будто Виктор Цой деген сияқты. Сәлеметсіңдер ма? Құрметті менің көрермендерім, сәлеметсіңдер ме? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Көп болды ғой сіздермен көріспегелі. Көп болыпты сіздермен көріспегелі. Сағынып та қалыптым. Сіздер ше, қалдарыңыз қалай? Қалай жүрек қағыс, аяқ алыс, каталогтың жабылуы қалай өтіп жатыр? Біз жол үстінде кетіп бара жатырмыз. Қазір мен өзімнің Биосик компаниясынан алған квартирама кетіп бара жатырмын, зуылдап. Мен жоқта 25 август күні бізде Биосик компаниясының ашылу салтанаты болды ғой Алматыда, официально открытиесі болды. Сол жаққа пока барып келеміз дегенше. Ал менің ана Биосик компаниясынан алған квартирамда ремонт жүріп жатыр ғой. Ол жерде кәдімгідей өзгеріс болып қалыпты дейді, күйеуім айтады. Міне, мына кісі менің жолдасым, мына кісілер менің балаларым, мына менің машинам. Биоси деген логотипі бар. Мінекей машинаның арқасында, артқы стеклосында. Иху дейді Зунаса. Зунаса менің жаңа партнерым. Здравствуй, Жарқын, золотая моя, привет, моя золотая, всех люблю, всех рада у себя видеть на эфире. Қалайсыңдар? Сәлематсыз ба? Квартираға қандай адамдар заявление жаза алады? Неменелерді атқарыш керек, не істеу керек деген сөз ғой бұл кісінің. Сентябрь айы вице-директорға шығам, сразу квартираға жазсам бола ма? Қараңыз, бұл уже обученияға жатады. Сіз менің командамдасыз ба? В принципе, қараңыз, вице-директор статусына в принципе болады, бірақ ол жерден балға қарау керек. Балға қарап барып, сосын айтуға болады. Вице-директорға шықсаңыз, алдымен машина, путешествие соларға міндетті түрде уже жазуға болады. Бірақ ол да балға қарап жасалады. Жақсы ма? Сол себепті сіздің спонсорыңыз кім екен? Сол кісіге айтыңыз, егер де спонсорыңыз пока өзі де жаңадан келген адам болса, бізге айтады спонсорларға, біз міндетті түрде көрсетіп, бәрін үйретіп жібереміз. Ал жалпы квартирная программа, автопрограмма деген бізде обучениялар бар. Сол обученияларға біздің чатымызға кіріп, сіз бәрін үйреніп қарап алсаңыз болады. Жарқын, Айгерим моя дейді. Все хорошо, девочки, я обязательно вам покажу, где есть это обучение, и вы сможете посмотреть, все изучить. Хорошо? Сол, бүгін нешесі, бүгін айдың уже аяғы болып қалды. Құрметті менің 30 болды. Құрметті команда, өздеріңіз білесіздер, қазір каталогтың аяғы жабылып жатыр. Біздің жұмысымыз өте керемет. Біз үйде отырсақ та біздің жұмысымыз жүріп жатады. Бұл онлайн бизнес. Қазір мысалға записте осы менің прямой эфирімді көрген адам мүмкін бірінші рет жаңағы көріп ойлайтын шығар, қалай жұмыс істейді бұлар, не істейді екен бұлар. Кейбір адамдар тіпті бұны деген өтірік, алдайды деп ойлайды екен, там лохотрон деген сияқты сөздерді айтады мысалға, Енді ол кісілерді де түсінуге болады. Жаңағы жек көруге болмайды ондай адамдарды, олар просто түсінбейді да. Қазіргі заман біздің өмірімізге мынау интернет заманы еніп кеткен кез ғой. Біз қазір интернетсіз өзіміздің күнімізді көре алмаймыз. Қазір мысалға даже билетке келетін болсақ, мысалы ЖД билет, авиа билетті біз үйде отырып ақ соны сатып алып отыра береміз. Мысалы WhatsApp-сыз қазір, бұрын WhatsApp тұрмақ, мынау ұялы телефонды мен 2000 жылдары менде Nokia 3310 деген телефон болған. Ең алғашқы менде болған сол телефон. Енді менде болғанда андай, біздің егерде достарымызды, коллегаларымызды алатын болсақ, мен тамырларымның ішінде алғашқы телефон менікі болған. 3310 деген Nokia болған менде. Сол кезде менің бір құрбым отырып, телефонға қарап отырып, ай, өкіметтің шығармайтын жоқ, дегені болған. Қазір соны есіме түсірсем күлкім келеді. Мысалы, сол сияқты бұрын ұялы телефон деген бір таңсық дүние болса, қазіргі заманда это необходимость.
Ал ұялы телефоны бар адам, оның ішінде, ұялы телефонның ішінде уже интернет бар деген сөз. Қазір мысалға менің анам 72-дегі кісі, ой, WhatsApp-тың құлағында ойнайды. Ары бері өздерінің анау араласып жүретін апалар бір-біріне жаңағы неше түрлі күлдіргі нәрселерді жіберіп, гүлдерді жіберіп, мерекелерде бір-бірін жаңағы құттықтап сөйтіп жатады WhatsApp арқылы. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты қазір біздің заманымыз бұл, біз басқаша өмір сүре алмаймыз. Бұл интернеттің кәдімгідей біздің өмірімізге 100% кіріп кеткен уақыты. Ал сізде қолыңызда сондай инструмент тұра, сіз неге соны алып пайдаланбайсыз? Неге ақша таппасқа? Ақыры сол интернетте отырамыз, ақыры сол Инстаграмға кіріп жатырсыздар, ақыры сол WhatsAppта отырасыздар, құрдан құр сол жаңағы гүл, неше түрлі спамды бір-біріңізге жібергенше, одан да біздің онлайн бизнеске кіріп жұмыс жасаңыздар деп айтқым келеді. Және жұмыс жасағанда да түрлі финансовый пирамида сияқты бәлелерге жолаушы болмаңыздар, сондай жақтарға кіріп кетпеңіздер. Өйткені компания шынымен көп, онлайн жұмыс деп ақшаларын бітіп, веер ұстап алған түрлі рекламалар жүр Инстаграмда. Бәрін қарап, ойлап, саралап, жаңағы анализ жасап, сөйтіп кіру керек. Компанияны, дұрыс компанияны таба білу керек, көре білу керек дұрыс компания. Яғни, ол үшін не істеу керек? Ол үшін сіз жаңағы қарайсыз. Мен сізге қазір түсіндірем. Дұрыс компания деген не? Қандай компанияға кіру керек? Компанияда зат болу керек, продукция. Бірақ бұл жерде де назар аударыңыздар. Кейбір бір күндік компанияларда да продукция болады. Қалай сіз айырасыз бір күндік емес компания мен бір күндік компания? Яғни, оларды біз, сондай компанияларды, продукциясы бар, вроде бы. Қалай біз білеміз бір күндік компания екен? Олардың продукциясы тым қымбат болады бағасы. Мысалға, және количествосы аз болады. Например, 5-6 продукция болады. 5-6 продукция болады да, продукцияның бағасы удай қымбат болады. Например, шампуньда айтады, китайский, натуральный, Қытайдан келеді, или там Япониядан келеді бұл шампуньіміз деп жатып кеп мақтайды, описаниясы бар, бәрі бар, и бағасы оның лечебный дейді да, бағасы 11 мың, 12 мың тұратын болады да ол шампуньның. Или там тампон дейді да, ой, бұл дегенің неше түрлі әйелдің анау түрлі ауруларын жазып алады, бесплодие кетіп қалады. Понимаете, ол продукция бар ғой, өлместің дәрісі болып шығады ғой ақыр аяғында. И ол тампон 6.000 теңге, 5.000 теңге болады бағасы. Санап келсеңіздер, ол продукцияның саны аз болады. Мысалға бір 10 продукция, ары кетсе бір 20 продукция болады. Вот сондай уже сіз қауіптену керексіз ондай компания. Яғни сіз ойлау керексіз. Бұл компания көп өмір сүре ме? Яғни сіздің жұмыс істейтін компанияңыз, сіз партнер болатын компанияңызда продукцияның бағасы қолжетімді болу керек, және күнделікті өмірімізге қажет продукция болу керек. Мысалға, зубной паста, мысалға, бас жуатын шампунь. Яғни, сіздің ай сайын сатып алатын дүниелеріңіз, магазиндегі дүниелеріңіз сіздің жұмыс істеп жатқан компанияңызда болу керек, және қолжетімді бағада болу керек. 12 мыңның пастасы болмау керек ол. Жаңағы сұмдық лечебный екен, сондай. Ондай болмау керек. Ол кәдімгі паста болу керек. Біздікі сияқты, например, біздікі кәдімгі паста, бірақ сонда да натуральный. Құрамында парабен, силиконы жоқ. Қараңыздар, қандай керемет, Біздің продукциямыз жалпы, алтынмен тең, бірақ қолжетімді баға. Неге? Себебі біздің өзіміздің производствомыз бар, өзіміздің заводымыз бар Россияда. Сондықтан да қолжетімді бағасы. Егер де Франциядан келетін болса біздің продукциямыз, онда әрине ол жаңағы біздікіндей қазіргі бағада емес, 1000 теңге емес. Ол бір 2,5 мың бекен, 3 мың теңге мекен солай тұрар еді. Хотя ондай продукциясы бар, компаниялар бар. Мысалы, МВ компаниясының продукциясы қымбат қой, сонда да өмір сүріп жатыр. Себебі енді ол ескі компания, ол уже дегенің мынау потребительдердің довериесінен шыққан,
Бірақ неге бағасы қымбаттау? Енді, конечно, оның продукциясы анандай зубной пастасы мысалға 7-8 мың теңге емес, бір 2-3 мың теңге шығар. Неге қымбаттау? Өйткені Америкадан келіп жатады продукция, сол үшін де қымбат, иә. Біздікі қолжетімді баға, парабені, силиконы жоқ. Олардікінде бар. Енді менің айтқым келгені, қандай компанияға кірмеу керек? Жаңағы айттым, иә, қымбат өте. 5-6 продукциясы бар, или там 20 шақты продукциясы бар. Өлместің дәрісі бар ішінде. Мынаны ішсеңіз рак ауруынан жазылып кетеді. Ой, сұмдық отзывтар болып жатады. Рактан жазылып кеттім, жаңағы бала көтердім деген сияқты. Потом маркетинг планы бинар, 2 аяқ или матрица. Вот вообще оған мүлдем жақындамауға кеңес беремін. Матрица мен бинарный маркетинг планға жақындамаңыздар. Ең живучий маркетинг план ол классика, біздікіндей. Біздікі классика. Қараңыздар, 3 компания бар, мен білетін классический маркетинг планмен. Ол Faberlic, ол Oriflame, ол MV, 4-шісі біздікі. Ал енді осы 4 компанияны давайте анализ жасайық. Ол компанияларда өмір сүріп жатыр, иә, ақша тауып жатқан адамдар өте көп. Жабылмайды ол компаниялар. Өйткені оларда да продукциясы өте көп, ассортименті көп. Продукциясы біреуінде қолжетімді, біреуінде енді сәл қымбаттау, біреуінде нашарлау, біреуінде жақсылау. Бірақ маркетинг планы классический, солнышко. Так, иә, ассортименті бар. Уже біреу 60-ға келді, екіншісі де 60-ға келді, үшіншісі 40-ға ма 30-ға келді. Өте жақсы әрине, бірақ кімге жақсы? Осыдан 30 жыл бұрын бизнес бастаған адамдарға жақсы. Осыдан 20 жыл бұрын, осыдан хотя бы 10 жыл бұрын сол жерде, сол компанияда бизнес бастаған адамдарға өте жақсы. Себебі қазір олар уже потребительский структураны құрып алды. Енді сол потребительский структураның ай сайынғы жаңағы тұтынып жатқан продукциясынан олар каждый потребительден кішкентай процент алады. Қалталарынан емес, олардың компания процент төлейді. Солар үшін, сол бұрын бастаған адамдарға. Бұл минус. Оларға плюс, қазіргі келген адамға, сол компанияға минус. Өйткені не үшін минус? Себебі уже рынок дегенің уже көбейіп кеткен консультанттарға. Потребительдерге де, консультанттарға да рынок көбейіп кеткен. Оны басқаша конкуренция деп атайды. Оны басқаша орысша айтатын болсақ, рынок перенасыщен деп жатады, дұрыс па? Неге олай айтады? Жаңағы мен түсіндім неге өйтіп айтатындарын. Бұл минус, сіз егерде қазір компанияны таңдап жүрсеңіз, онда сізге бұл үлкен минус. Жаңағы рынок перенасыщен, уже консультанттар мен потребительдер көбейіп кеткен, және компанияның жасы уже біреу сапсыған ақсақалды атамыз, екеу, біреу емес, біреуі уже орта жасына асып кеткен жігіт қылшылдаған деп па. Енді давайте бізді алайық. Маркетинг жағынан мен сіздерге түсіндірейін, иә? Олардың маркетинг пландары қиындау. Және ол мүлдем өзгермейді деп мен сіздерге кепілдік бере аламын. Білесіз ба, неге өзгермейді? Олардың лидерлері ылғи күнде өздерінің консультанттарына бүйтіп айтуы мүмкін. Бізде маркетинг план өзгереді, шыдаңдар, жұмыс істеу керек деуі мүмкін, но бірақ ол өзгермейді. Сұраңыздаршы, неге өзгермейді? Неге өзгермейді? Айтыңдаршы, олардың маркетинг пландары. Маған сұрақ қойып жатыр екен. Сіз қанша болды бастағаныңызға? Мен BIC компаниясында жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жыл болды. Жалпы менің опытым 8 жылдық опытым бар сетевой маркетингте. Так, ары қарай сұрақтар болып жоқ бекен. Сонымен сұрадыңыздар ма, менен сұраған жоқсыздар ма? Неге олар маркетинг пландарын өзгертпейді деп? Мен сендерге айтам, неге олар өзгертпейді маркетинг пландарын. Яғни, олар маркетинг пландарын өзгертпесе, онда там нечего делать деген сөз ғой. Қиын болады деген сөз. Мен сіздерге айтайын, неге деп ешкім жазған жоқ, бірақ мен
жауап беремін. Себебі олар уже атын шығарып алды. Олар уже олардың продукциясын тұтынып жатқан уже потребительдер, уже 60 жыл, 50 жыл тұтынып жатқан потребительдер бар. Яғни ол жерде вообще сетевой компанияларды, я, 10% лидер құрайды. Қалғанының бәрі потребитель. Соншама потребителі бар компания какой-то 10% лидер үшін маркетинг планды өзгерте ма? Айтыңыздаршы. Онсыз да олардың уже бизнесі жүріп жатыр. Ол компанияның бизнесі сол лидерларсыз-ақ жүріп жатыр. Түсіндіңіздер ма? Ал маркетинг планды өзгертіңіздер деп қақсайтын, зарлайтын, жылайтын, ол тек лидер. Себебі лидер сол жерде ақша тауып отырған адам. Оларды ешкім тыңдамайды, потому что компания уже аяғына тұрбаған. И ол бесполезно. Сол үшін мен сіздерге айтарым, қазір біздің компаниямыз енді аяғына жаңағы жүріп келе жатқан, нық уже тұрған компания. Нық тұрғанда қараңыздар, біздің компаниямыз 1,5 жаста Қазақстанда, ал жалпы компаниямыз 6 жасқа келді. Қазақстанда біздің істеп жатқанымызға 1,5 жыл болды. 2-ақ бриллиантовый, жоқ, 2 емес, 3 бриллиантовый директор ма? Қанша? 4-ақ бриллиантовый директор бар бізде. Қазақстан бойынша. Ойлаңызшы. Бізде квартирный программа бар. Айтпақшы, оларды айтпаппын, әлі минустарын айтпаппын. Қараңыздар, енді программа жағынан алатын болсақ, олардың маркетинг пландары ескі, уже бұрынғы заманский маркетинг план ғой. Енді мысалға бұрынғы заманда машина ондай болмайтын, мысалға, ондай программаларды осы бір 5 жылдай ма солай естідік қой. Кейбір сетевой компаниялар машина береді екен дегенді бір 5-6 жыл болды естігенімізге тока. Яғни ол компаниялар ескі, оларда машина беру, автопрограмма деген сияқты дүние жоқ. Фаберликте жоқ, МВДе жоқ. Неде О деген компанияда, насколько я знаю, бар, бірақ өте биік статуста береді. Егерде мен қателессем, мені түзетулеріңізге болады. Кім О деген компаниядан келді? По-моему, оларда бар автопрограмма. Айтпай қояйын, мен тағы да жала жауып қойып, ұят болып жүрмесін. Хотя өзімнің аккаунтымда отырмын. Қараңыздар, сонымен, ал біз жас компания болғандықтан, бізде бар. Бізде жаңағы, оларда квартирный программада жоқ. Бізде үй алатын мүмкіндік бар. Оларда жоқ. Көрдіңіздер ма? Бізде квартира, жаңағы машина алатын мүмкіндік бар. Мінекей мен 6 ай жұмыс істеп машина алдым. Міне менің машинам. Біздің компаниядан жаңа машина алдым. Немен күйеуім за рулем кетіп баратыр. Астананы көрсетейін бе, айтпақшы сіздерге? Әдемі видтар бар екен мына жерде. Сол үшін мен сіздерге Астананы көрсетейін. Или мына жерден былай істейсің. Міне. Мынау немене бізде? Айтыңдаршы. Шабыт деген жер. Так, бұл өнер академиясы Шабыт. Мынандай үйлер Астанада. Қараңыздар, уже көз келді, Астанаға уже суық. Мінекей. Кешкі Астана. Кешкі балапан. Кешкі күйеу деген ба? Ұйықтағың келді. Неге ұйықтағың келді? Қызым, ұйықтағым келді деп қойды ғой. Сол айтайын дегенім жаңа. Немен аяқтадым айтпақшы. Айтыңызшы. Сіздерге тағы да Астананы көрсетіп жіберейін. Астанада кетіп бара жатқандай болыңыздар. Менімен бірге. Мінекей, мынандай үйлер бар бізде. Қараңыздаршы, қандай әдемі Астана. Міне, мынандай үйлер. Біз қазір қайда кетіп бара жатырмыз? Вокзалға ма? Немен тоқтадым сонымен так? Немен тоқтадым? Зунасы күліп жатыр, кешкі күйеу деп.
енді кеш болды ғой, сондықтан бәрі кешкі болып кетті да. Сонымен мен айтып жатқаным, себебі мені қазір, осы прямой эфирімнен кейін, біткеннен кейін де көретін адамдар бар ғой. Мүмкін қазір енді онлайн бизнес іздеп жүрген адам болатын шығар, сондықтан менің бір пайдам тиісін деген ниетпенен ғой. Анализ жасап жатырмын мен қазір сетевой компанияларға. Ең тиімдісі бұл BIC. Егерде ең тиімдісі BIC болмаса, онда мен бұл жерде болмас едім. Менің 8 жылдық опытым бар сетевой маркетингте. Әйтпесе мен басқа компанияны таңдап кетер едім. Мен де финансовый пирамидаға ұрынған адаммын. Өйткені мен де тірі адаммын. Мен де көпшілік сияқты тез ақша тапқым келген адам болатымын. Тез, желательно ештеңе істемей, оңай ғана жаңағы сөйтіп жүрген кезде бір финансовый пирамидаға түсіп қалдым. Енді ұят болса да айтайын. Сөйтіп мен 2 жыл кредит төлегенмін. Бірақ сонда да не отчаялась. Өзімнің қатемді түсініп, мен ондай компанияларға жоламаймын деп шешіп, осы BIC-ді таңдаған болатымын. Және бұл ең дұрыс шешім болды менің өмірімдегі. 1 жылдың ішінде машина алдым, квартира алдым осы компаниядан. Үлкен керемет структура бар, ең керемет деп аталатын, ең керемет проектісі. Мен BIC-ді ең алғашқы бастаған адаммын. Ешкім болмайтын мен BIC-ге келген кезде Қазақстанда. Сондықтан танысып қоялық. Ең бірінші онлайн проект аштым. Ең керемет деп аталатын. Мінекей соның жемісін біз қазір бәріміз көріп жатырмыз лидерлармен бірге. Командамда бриллиантовый директор, платиновый директор, золотой директорлер бар. Бірақ жылдың ішіндегі жасаған бұл жұмысымыз. Қымбатты көрермендер. Және мен айтқым келгені, жаңағы айтып отқаным, осы біздің компанияның преимуществоларын айтып отырмын. Маркетинг план оңай, жеңіл, басқа компанияларға қарағанда. Оңай дегенді дұрыс түсініңіздер. Оңай деген ол оп-оңай емес. Ол яғни басқаларға қарағанда оп-оңай деп түсінеді кейбір адамдар. Жаңағы келіп, тіркеліп алып, кішкене ғана жұмыс істесек, сол бәрі болып кетеді деп ойлап қалмасын дегенім ғой. Олай емес, әрине жұмыс істеу керек. Сіз мысалға, мүмкін сіз қазір басқа компаниядан келетін адам шығарсыз, мүмкін басқа компанияда істеген шығарсыз, мысалы F деген компанияда істеген шығарсыз, мысалы А деген, О деген. Олай болса, тура сол жердегідей сіз жұмыс істесеңіз, онда бізде сіз жақсы айлыққа шығып, цвет өзгеріп жатыр. Онда жақсы айлыққа шығып, сіз машина, квартира алатын мүмкіндігіңіз бар бізде. Ол компанияда сіз қанша жыл жұмыс істесеңіз де сіз машина, квартира алмайсыз. Өйткені ол, во-первых, ол маркетинг план бойынша, маркетинг жоба бойынша ол жоқ нәрсе оларда. Әрине аласыз, өзіңіздің ақшаңызға может аласыз, айлығыңызды жаңағы жинап, үйтіп алуға, любой адам ала алады. Ал именно маркетинг жоба бойынша сіз аламайсыз. Өйткені маркетинг жобада жоқ нәрсені сізге бермейді компания, дұрыс па? Бізде именно маркетинг жобада бар автокөлік пен квартира, балапан. Балапаным менің. Вот, мінекей сондай нұрлы жол. Қай жерде келіп қалдық па? Міне мен сіздерге қазір біз көрсетейін. Ой, қазір. Так, мынау ауыспады ғой. Мінекей, ой, қай жерде? Әні нұрлы жол деп. Мынау біздің жаңа ЖД вокзалымыз. Документ жіберуге келе жатырмыз біз негізі. Вокзалға документ жіберуге келе жатырмыз. Алматының біздің головной офиске. Күйеуіміз екеуміз осы BIC компаниясынан Кипрге кетіп бара жатырмыз. Сентябрьдің басында бізде 2 базовый компанияда ой, не болып қалды мынаған экранға? Путешествие бар бізде. 2 путешествие бар, тегін путешествие бар, саяхат компаниядан. Сол саяхатқа документімізді, жаңағы паспортымыз бар, сондай документтерді жинап, біз қазір пойыз арқылы жіберейік деп жатырмыз компанияға, Алматыға. Ертең қарсы алып алып, біздің руководство сөйтіп Москваға жіберетін болады. Мінекей. Сіздерден ештеңе жасырмаймын мен. Бәрін айтып беріп отырмын. Көрдіңіздер ма? Сол себепті бізге қосылыңыздар, командама келіңіздер. Біз ең керемет командасымыз.
бәрі бар бізде. Поддержка, команда, обучение. Келдік. Ал енді мен сіздермен әзірге қош айтсамын. Сау саламатта болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. На связи, құрметті мен командам. Бәріңді жақсы көрем. Сонымен жақсылап тұрып жабайық осы айды. Ең кереметтіктер. Естіп отырсыздар ма? Ең кереметтіктер. Работаем, девочки, мальчики, до конца. 30-го, 31-го еще работаем. Некоторые бюро в Казахстане, они еще работают. Сондықтан да находите бюро, которые работают. И если у вас какие-то статусы не закрываются, закрывайте обязательно. Потому что у нас началась, напоминаю, началась квалификация на жемчужную конференцию 2020. Она началась в июле. То есть, если вы в августе делаете вице-директора, то вам начисляется 8 жемчужин. Имейте в виду, чтобы попасть на путешествие, вам нужно 100 жемчужин набрать. То есть, получается, вы августа, например, вице-директор жасасаңдар августа, уже 8 жемчужин болады. Сөйтіп бір жыл келесі неге дейін, июньға дейін, так, 8 жемчужина жинап, 100 жемчужина жинап, сіз даже директорлық статуста уже тегін путешествияға бара аласыз. Сондықтан да не забывайте. Хорошо? Сұрақтар бар ма? Мұхтар, у нас есть время? Еще? 45 минут. 45 минутымыз бар екен. Онда мен до конца эфирді жүргізіп өтейін, до конца. Сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз болса, мен екінші қызым да бар. Ылғи мына қыз всегда, как его, в прямой эфир попадает. На екінші, мен үлкен қызым бұл. И жаным менің, қошаққаным. Она умеет, вот она, ну да, ее тоже покажу. Она у меня рисует. Моя художница, мой талантик. У нее столько рисунков. Я потом и рисунки ее покажу где-нибудь, наверное, в сторисе буду выкладывать. Сол, имейте в виду, таныстырып қояйын. Үлкен қызымның аты Наргиза. Это мой цветочек весенний. Февральдың 26-сында дүниеге келген. Екінші гүлім менің Амина. Жасында айтамыз ба? Я. Кто-то позвонил, прервалась. Амина. Өзіңді айтсайшы? Красавица. Красавица деп жатырмын. Ол құлыншағым. Мен саған шынымен солай айтып жатыр ғой енді. Рас нәрсені айтып жатыр. Сен красавицасың өйткені. Она еще умница, қыздар. Она такая умная у меня. Ең үздік. На самом деле, она, знаете, сама учится. Маме же некогда. Я балапаном. Маме некогда, я вообще к ней не подхожу, сабақ жасағанда. Она сама все делает. Сөйтіп, на 5. А мы же теперь квартиру уже взяли же. На Биосидин квартира алдық в другом районе. И вчера я в чат пишу. Уважаемая жаңағы Самал Арыстанбекқызы, біз скоро көшеміз 2-3 айдан кейін. Ескі формасын киіп жүрсе бола ма пока Аминаға десем. Они так расстроились. Самал апай маған дегенің личкаға жазып тұр да. Ойбай, менің жақсы қызымды алып кететін болдыңыз ғой деп жатыр да. То есть они тоже, оказывается, даже не... Вот даже в классе, да, вот даже классның ішінде педагог не хочет терять хорошего ученика, лидера. Она у меня лидер. Такая главная в классе, да, Диана? Мальчиктар жақсы көреді. Потом... Барлығы. Қанша бала жақсы көреді сені? Қанша ол жақсы көреді? Ну, класста білмеймін еще. Енді бәрі жақсы көреді негізі, сені? Да. Бәрі жақсы көреді, ұлдардың бәрі. Сосын қыздардың бәрі сенімен ойнағысы келеді, е? Да, мені қолынан тартады барлығы. Қолынан тартады бәрі. Көрдіңіздер ме, қолынан тартады. Ойнағысы келеді, ұлдардың бәрі жақсы көреді. Сол кеше деген еще тағы бір ата-ана хабарласып тоже расстраиваться етіп жатыр да. Ой, құдағи, сіздер көшіп кететін болдыңыздар ғой деп. Кейбір ұлдардың мамалары бізді құдағи деп алған. Вот. Наргиза деген қызымды жақынырақ таныстырайын. Наргиза и Амина красавица. Дима? О, қалай керемет. Еще они как вы. Да. Наргиза у меня рисует отлично. Жанчик. Ну, единственное, у одной глазки плохо видит, а у одной зубки. Эй, тебе, я отпылат. Аминка. Зубки мы поправляем. Поставили пластинку. Ну ничего, у Сеты красавица была-то. Зубки назад уйдут, да?
Сол, задавайте вопросы, если есть вопросы, пожалуйста. Тут я со своей семьей Олег Пупыттым. А папа? Так, сұрақ келіп жатыр. Бір жылда 6 рет директор болса, арасында түсіп қалған болса да премия ала ма? Сіздің айтқыңыз келгені, вице-директор болған адам 6 ай подряд емес, арасына жаңағы, немене қайта аппақ болып кете береді. Подтверждение можно делать не подряд. В общем, сіздің сұрағыңыз келгені. Бір ай, например, құлап қалып, келесі айда подтверждение жасасаңыз, главное сізге... Неге аппақ болып қала береді қайта? Ашып қойшы бұлай. Главное сізге... Смотри, какое лицо становится. Главное сізге 12 айдың ішінде 6 рет подтверждение жасау керек. Камераны почисти. Соған ба? Онда сұрақтарыңыз болмаса, қош айтсамыз. Зунаста, у тебя есть вопросы? Зунаста, только подключилась біздің бизнесімізге. Егерде сұрақтарың болса, қоя беріңдер, қыздар. Бәріне жауап беруге дайынмын. Потому что өздерің білесіңдер, мен вообще прямой эфирге сирек шығатын адаммын. Менің айтатыным жоқтығынан емес, уақытымның жоқтығынан. Көбінесе уақыт болмайды. Көбінесе мен командамен не болып жатамыз, ылғи то обучение болып жатады. Личкада вообще босамаймын. Кейде қыздар жазады ғой, Сандуғаш апай, Сандуғаш Серғазиевна, сіздің қолыңыз бос па дейді ғой. Сол кезде күлкім келеді. Бос уақыт болмайды. Құдайға шүкір, солай ақ болсын. Бос уақытымыз болмай, ақша тапқаннан, командамен жұмыс істегеннен, солай бола берсін. Про жемчужина дейді. Қалай дедіңіз? Зунаста, главное, нужно быстрее стать вице-директором. Остальное все объясню на обучении. Естілмей қалды. Қалбеке, не айтайын сізге, қалай дедіңіз деп жатырсыз? Естілмей қалды дейді. Сол, бесплатные путешествия. Я хочу сделать прям красным подчеркнуть. Бесплатные путешествия от компании 2 раза в год. Не как в других компаниях. Басқа компанияларда, мысалы мен бұрын жұмыс істеген Ф деген компанияда, сіз пока алтын директор статусын жаппағаныңызша, сіз тегін саяхатқа шықпайсыз. Бізде тегін саяхатқа вице-директор статусынан баруға болады. Егер сентябрьде директорды ашып жемчужина жинап бастасақ бола ма, әлде осы айда ашу керек па? Так, август бізде қазір, иә? Үлгересіз сентябрьде де, бірақ лучше қазір ашқан жақсы. Қазір ашсаңыз, сіз точно барасыз. Ал сентябрьде ашсаңыз, екі талай. Үлгермей қалуыңыз мүмкін, но надо стараться будет. Надо будет постараться. Хорошо? Сол. Так, не дейді. Ага. Так что сол, қымбатты көрермен, компания беріп жатқан дүниені ала білейік. Ала біліңіздер, тек қана еңбек керек. Еңбек болғанда да ондай сұмдық еңбектенбесе де біздің компанияда адамдар жақсы дәрежелерге шығып, жақсы ақшалар тауып жатыр. Сәлеметсіз бе, адамдар шақырғанда қалай шақырасыз, қандай ақпарат бересіз адамдарға? Бар нәрсені айтам. Өтірік айтпаймын ешқашанда. Жаңа маған личкаға жазды бір кісі, неге директке жазды. Директке дейма, дайректке дейма, осы инстаграмнан. Жұмыс қиын ба дейді. Негізі жауап берудің де өзінің бір несі болады. Қалай айтсам екен? Ережесі. Мысалы, ол маған бит жазып жатыр да. Айтасыз ба, жұмыс қиын ба дейді. Мен не деп жауап бердім деп ойлайсыздар? Айтыңыздаршы. Жұмыс қиын ба дейді да? Мен рас нәрсені айттым. Бірақ не дедім деп ойлайсыз? Так, про BIC расскажите, пожалуйста. Милена, я столько много рассказала про BIC, но я рассказала на казахском. Если вас интересует, я вам могу после прямого эфира рассказать еще раз. Вы мне напишите в директ, и мы с вами обязательно свяжемся, я вам расскажу. Милена, хорошо, потому что у меня и время подходит к концу.
А так весь прямой эфир я просто разговаривала на казахском. Видать, вы меня или не поняли, или вы только сейчас, наверное, подключились. Поэтому прям с удовольствием расскажу, но попозже, хорошо? Сонымен мен не деп жауап бердім деп ойлайсыздар? Маған директке келді сұрақ. Жұмыс қиын ба дейді. Мен ешқашан сетевой маркетингте жұмыс істемегенмін дейді да. Мен не деп жауап бердім деп ойлайсыздар? Осылай сұрақ қойған жақсы көремін. Тағы да звондап қалды бір кісі. Нет, поздно зашла. Ну вот, Милена, да, вы, видать, поздно зашли, но я вам все объясню. Қараңыздар, жаңағы мына сұраққа мен жауап берейін, өйткені келмей жатыр да. Адамдар шақырғанда қалай шақырасыз, қандай ақпарат бересіз адамдарға дейді. Ақша табам деген адамға жұмыс жасау қиын емес. Сіз осылай жауап берер едіңіз, е? Аяжан. Мен былай жауап бердім. Ол маған бит жазды да. Қалай жұмыс істеу қиын ба? Мен ешқашанда сетевой маркетингте жұмыс істемегем дейді да. Мен оған бит жаздым. Оңай емес дедім. Мен қиын деп жазған жоқпын. Оңай емес. Қалай ойлайсыз? Құлаққа не жақсы естіледі? Қиын деген сөз бе, әлде оңай емес деген сөз жақсы естіле ма? Мен ойлаймын, оңай емес деген жауап жақсырақ сияқты қиын дегеннен гөрі. Мен алдаған жоқпын ғой, дұрыс па? Мен алдаған жоқпын. Ақша табам деген адамға деп көпірткен жоқпын. Мен бірақ сөз айттым. Ол маған сұрады. Қалай айтасыз? Айтасыз, жібересіз ба? Жұмыс қиын ба? Мен ешқашан сетевой маркетингте жұмыс істемегенмін дейді да. Мен жаздым. Оңай емес дедім. Ну, рас қой. Зато оңай деген сөз естіледі да бірінші. Көрдіңіздер ма? Әрине, сіздер енді оған да үйренесіздер. Бұл практика, бұл менің көп жыл жұмыс істеген тәжірибемнің несі, арқасы. Сіздер де кейін сол тәжірибенің арқасында тамаша, сақылдаған сетевик боласыз. Бірақ қазір бүгін сіз жұмыстан қорықпаңыз. Көп адам бүгінгі жұмыстан қорқады ғой. Ертең сақылдаған сетевик болу үшін бүгін сіз сақылдап сөйлей беру керексіз. Дұрыс па, дұрыс емес пе, айта беру керек. Не важно, не дейсің сен. Важно айту, болды. Важно, главное разговаривать. Без разницы, что ты говоришь. Но кейін сен сол практикаңның арқасында сен түсінетін боласың. Не айтып, не қоюды сен өзің сезетін боласың. И мен сияқты уже какой-то элементарный сұраққа сен дұрыс жауап беретін боласың. Маған кейде айтады да, сіз дейді дұрыс жауап бересіз, дұрыс айтасыз, қалай дейді да. Мен айтам, это мой жизненный опыт. Все, просто жизнь. Мен оны бір жерден оқып алған жоқпын. Мен оны бір жерден жаңағы сатып алған жоқпын. Опытты сен сатып аламайсың ғой, правильно? Просто ол менің тәжірибем. Мен кезінде, может, айтқан шығармын. Қиын ба деген сұраққа, я қиын деп жауап берген шығармын. Содан мен бір какой-то бір ущерб көрген шығармын. Адамдар менен кетіп қалған шығар мүмкін. Сол кезде мен мүмкін ойлаған шығармын. Ойбай, бүйтіп жауап бермеу керек екен деп ойлаған шығармын. Понимаете, оның бәрі опыт қой. Ол жүре осы бизнесте істей келетін біздің тәжірибеміз. Сол себепті, қыздар, не айтам, қалай айтам, не айту керек екен, сандуғаш не дейді екен деген ой болмасын сіздерде. Сіздің мақсатыңыз істей беру, жасай беру, айта беру, рекрутинг. И көресіз, сол арқылы сіз тәжірибе жинайсыз. Жақсы ма? Келістік па? Ал жақсы онда, мен сіздермен қош айтсамын. Келесі эфирге дейін осы каталогты аман есен жауып, жақсы статустармен мен сіздерді құттықтауға Алла нәсіп етсін. Жақсы ма? Келесі кездескенше. Пока-пока.